беретті кигенбіз. Алға десаншы ұландар, самға жарықтандар қаландар. Рух беріп жебелерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес құран бар. Ол отанның қайтпас қайсар ері, ұлын байтақ өзен көгешері. Намыс туын желбіреткен десанттар ешқашанда ешкімге дес бермеді. Алға десантшы ұландар, самға жарықтандар қырандар. Рух беріп жеңілерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес құран бар. О, сәлеметсің бе? Не бар бүгін? Міне сәлемдемелер. Аха. Жағадан келгендерге. Жарайды. Сарбаздар! Әдейт! Дымын қалдырмай алып кетіңдер. Сенімді тыл үлкен соғыстың жеңісті кепілі. Қайда соғыс? Капитан. Жағыңа жылан жұмыртқаласын. Жарайды, қалжың. Абайлаңдар. Немене, қол қою керек пе? Мұнда қол қойып. Ал? Сау болыңыз. Отыра бер. Қалай, қатардағы Нияз? Тәубеңе келдің бе? Дәл солай, подполковник мырза. Тәубеңе келдім. Егер басқа кезде болса, сенің бұл ісің кешірілмес еді. Кінәлім, подполковник мырза, бұл соңғы рет. Аэроұтқыр әскерінде соңғы рет деген сөз жоқ. Әйтеуір бір өлім хақ маңдайыңа жазылған, құтылмайсың апаннан өзің арнап қазылған. Кәр жас деп тұрмайды, тіке түссе назары, сол сәтінде тоқталар тірлігіңнің базары. Соңғы рет деген сөзді ендігер айтушы болма. Енді қайталанбайды. Жарайды. Сені босататын болды. Рахмет, подполковник мырза. Қағаз бар ма? Жоқ. Өзің істейсің. Мыналар сенікі ма? Иә, менікі. Әйелім, 2 қызым. Мәссаған, 2 қызым бар. Жігіттер, біздің Бектұрғанның 2 қызы бар екен. Жандарым, қатты сағынып кеттім. Иә, 2 қызы бар. Қызы көп әке жұмаққа барады дейді ғой. Мен ол жаққа әлі баруға әзірге асық емеспін. Сонда институт бітіркедің бе? Дәл солай. Өнер академиясына. Суретші? Режиссер. Әскери драмалық бір кино түсіру көптен бері арманым еді. Бірақ бұлай ойланып отырып қарасам,
Мен өзім әскерде болған жоқпын ғой. Содан әскери кино түсіру үшін өз көзіммен әскерді көрмей, өз бойымнан өткізбей, қалай әскери кино түсірем дедім. Режиссер. Сөйтіп, ойланып отырып қарасам, іздегенге сұраған, үйге әскерден шақырту қағаз кетті. Содан міне, анау мынау емес, аэроұтқыр десанттық әскерде борышымызды өтеп жатқан жайымыз бар. Солай ма, жігіттер? Дәл солай. Бір жерді езгілей бермей жұмыс істесін. Тұрдыш. Бек тұрған сонда сені әйелің оп-оңай жібере салды ма? Қайда оп-оңай? Шын қимастықпен шығарып салды. Көзіне жас алып. Сен түсінші. Сен менің келіншегімді білмейсің ғой, Алихан. Менің келіншегім ол деген кішкене мазасызданып, ашуланып, бірақ дей тұрғанмен сабасына түсіп, ақылдылық танытты. Ол айтады: саған күнде мазаңды алып, қоңырау шалып, үйге тез қайт деп айта бере алмаймын ғой дейді. Түсінбейтін несі бар? Дұрыс. Азамат. Мен де институтта оққан кезде биофакта жүрдім ғой. Сол кезде мен Биофак, миофак деп бір жерді езгілей бермей жұмыс істесін. Айта бер, содан? Содан жігіттер мына әзілді естідіңдер ма? Қандай? Баяғыда екі сарбаз келе жатып старшинаға әзілдекші депті. Сонда екіншісі біріншісіне айтты: ей, деканға әзілдеп мына жерге жеткеніміз жетер, уақытша қамауға кетесің деп айтады. Тоқта. Тұра тұршы, не болды? Кімді көріп тұрмын, жігіттер? Дәке. Қалай екен? Уақытша қамау. Дәу қалайсың? О жақта жас тамақтандырады. Қош. Мұна жақтағы сияқты марстық жүгіруде жоқ. О, жер тамақтары күшті ме не? Күшті. Салғаратын жер. Талғар. Сен рекорд жасадың негіз. Не рекорд? Бұл әскери бөлімнің тарихында карантинде, яғни жаттығуда жүрген жас сарбаздың бірде біреу мына сен сияқты уақытша қамауға жатқан емес. Жарайсың. Не кетіпсің сен? Мен сені бір көргеннен ақ бұл жерде қызметіміздің бейберекет болатынын сезгем. Мынаны несі кетті? Сен нен кетті? Нен кеттің? Сен уақытша қамауға Мен бастап тұрмын енді. Қош. Жақсы. Ал, жігіттер! Пошта келді, пошта. Қайда? Көп күттіңдер ғой деймін, Жауынгер, Айжан, не ақ көңілсізсің. Саған да сәлемдеме бар. Ал өзен тарады болғандай. Нияз. Мен. Нияз. Ол да мен. Тағы да Нияз. Тағы мен. Нияз. Алихан. Алға. О, Ғалымжан. Саған да бар. Бар олсақ па? Бар осы. Балам, азық түлік саған офицерлерге қалғаны әкең. Саған не olur? Осылай болатын белгілер ғой. О, қазым. Ғалымжан, балалармен бөліс. Бөлсіш? Қалжыр әкеші біздің. Балалар өзі азақ ет, кетпейді. Балалармен бөлісеш? Жетпейді. Қалыз жігіттер! Не бар екен бүгін бізде? Капитан мырза, Не? рұқсат етіңіз кіруге.
Саған не керек? Міне. Маған мынаның қашамалы. Былай, қатардағы... Былай не ғой? Отыршы. Отыр. Пошталық ыңғайлықты жауынгер. Біз ойлап тапқан жоқпыз. Әскер бұл өте ауыр сынақ. Жауынгерлерге қиындықтар мен ауыртпалықтарды анда-санда жеңілдетуге рұқсат етілген. Сондықтан да осындай бір белгілі бір мөлшерде сәлемдеме алу деген сияқты. Дегенмен де жағдайымыз жаман емес, өзің көріп отырғандай. Капитан мырза, менің қатардағы қызметтестермен бірге бірдей өмір сүргім келеді. Олар не ішсе, соны ішем. Олар не жесе, соны жейм. Былай қатардағы Байжан. Жақында маған әкем телефон шалды. Ол кісімен әңгімеміз тым жақсы болды. Жарасты. Бірақ сол әдемі жарасымдылыққа мына кедергі болып отырған сенсің. Мен сені түсінбеймін, сарбаз. Мүлде түсінбеймін. Сен сияқты сарбазды адамды бірінші рет өмірімде көріп отырмын, шын айтам, түсінбеймін. Былай. Осы жазды мен саған Канар аралында демалатындай қылып жағдай жасап берем. Ұқтың ба, Байжан? Капитан мырза, әскери мерзім бітпейінше мен ешқайда бармаймын. Тұр, қатардағы Байжан. Отар. Демаласың. Барасың. Демалта. Капитан мырза, кетуге рұқсат етіңіз. Құп болады. Сонымен жауынгерлер, біз бүгін қазақтың түрлі соғыстардағы ерлік дастандары мен көрсеткен көзсіз ерліктері және тактикалық шеберліктері жайында сөз қозғаймыз. Ал қане қайсысын айтасың? Ұлы Отан соғысы қай жылдар өткенін? Нияз, 1941 жыл мен 1945 жылдар аралығында өткен. Оған менің атам қатысқан. дұрыс айтасың. Майдангердің ұрпағы екенсің. Отыр. Екінші дүниежүзілік соғысы кезінде біздің аталарымыздың көрсеткен ерліктері Сансыз. ол тарихтың қатпарлы ойнауына алтын әріптермен жазылды. Ал тек қана қазақ халқына қатысы бар ең сұрапыл соғыс 17 ғасырда жоңғар шапқыншыларымен өткен болатын. Бүгінгі әңгімеміз сол ұрыстар кезінде азғана жасақпен жоңғардың 50 мың әскеріне қарсы тұрған Жәңгір Сұлтанның сарбаздары жайында болмақ. Нариман, қай соғыс жайлы Осы ұрыс туралы білетіндерің бар ма? Сайын. Бұл ұрыс 1643 жылы Жаркент маңындағы Орбұлақ жерінде болған шайқас. Жарайсың, Сайын, отыр. Сол 1643 жылдың қысында Жәңгір Сұлтан 600 ғана сарбазымен жоңғардың 50 мың әскеріне қарсы тұрған болатын.
300 спартандықтар сияқты ма? Иә, жауынгер. Қай халықтың тарихын алып қарамасаң да, осындай ерліктер жетерлік. Бірақ сол батырлар ұрыс даласында қаза тапқан. Ал Жәңгір Сұлтанның қолына Жалаңтөс Баһадүр 20 000 жасақпен дер кезінде жеткенінің арқасында ғана Жәңгірдің қолы аман қалды. Осы ұрыста қазақтар алғаш рет оқпана қазып, яғни окоп қазып соғысу тәсілін қолданған болады. Алып қосырларың бар ма? Айтсам бола ма, гвардия майормызы? Иә, Қойшыбай. Қазақ атам айтады ғой, ештен кеш жақсы деп. Кеш те болса, анамыздың зарымен, бабамыздың қанымен егемен еліміз тәуелсіздік алып, үлкен болашаққа жеттік. Бабамыздың сан ғасырдан бері армандап келе жатқан армандарын орындап, міне тәуелсіз мемлекетіміз кеңістік әлемде өзінің бір ойып алатын орын алғандай. Соған шүкіршілік етейік. Бәрекелді, Қойшыбай. Отыр, жарайсың. Сол батыр бабаларымыздың ұрпақтары міне сендерсіңдер. Ендігі отан қорғау ісі сендердің қолдарыңда. Бүгінгідей азаттықты ту еткен бейбіт заманымызда өскелең ұрпақтың, оның ішінде әсіресе қолына қару алып, қасиетті сардар, сарбаз атағын иеленіп жүрген отан қорғаушыларының зердесіне өзгенің батырының ертегісін емес, өз бабаларымыздың, өз батыр баһадүрлеріміздің тарихтың бұлжытпас деректерімен дәлелденген ерлік істерін сіңіргеніміз абзал. Осыны жадыларыңа түйіп ал. Сонымен сарбаздар, бүгін бізді басқа әскерлерден бөліп тұратын негізгі ерекшеліктермен танысамыз. Ол Д-6 десанттық парашюті. Көпшілігін мұнымен теориялық тұрғыда ғана танысыңдар. Ал енді жақынырақ танысамыз. Сұрауға рұқсат бар. Иә, жауынгер. Парашют ашылмай қалуы мүмкін ба? Құдайға шүкір, бізде ондай жағдай болған емес. Жауынгер, жақсы сөз жарым ырыс деген. Дұрыс сөз сөйле. Ашылмай қалуы мүмкін ғой. Иә, ашылмай қалуы мүмкін. Егер сен парашютыңды үйде қалдырып берсең. Бүгін мұғарыңдар. Сонымен, егер негіз күмбез ашылмай қалса, қосалық парашют бар. Оны іске қосу үшін. Ол ашылмай қалсашы. Қайталаймын. Егер негіз күмбез ашылмай қалса, қосалық парашютты іске қосамыз. Ал егер ол да ашылмай қалса, онда қоймаға жүгіріп барып, жаңа ашылатын парашют аласың. Түсінікті ме? Дәл олай. Жігіттер, не болып жатыр мұнда? Мананы кім қойды бұл жерге? Енді басқа қай жақта болу керек. Түсінбедім. Жігіттер айтыңдаршы. Капитан Шәріп жауынгерлер жіберді, олардың қолында жәшік болған. Жәшіктің ішінде осы. Су бұрын.
Алихан. Өлі жегенше бөлі жемейсің ма балалармен? Көріп шыққан құсымай. Не дедің? Балалармен бөліспейсің ма? Болғанда жексің. Ол менікі емес. Сен жаңа ғана кешкі тамақ іштің емес па? Ол кешкі тамақ қой. Ғалымжан үшін ол жаттығу. Наурыз мерекесіне дейін біраз уақыт бар сияқты еді. Жауынгерлер тойлауға кірісіп кеткенді. Жауынгер, жина төсекті. Құп болады. Тез. Жаңадан келгендер бір-екі рекорд жасап та үлгерді. Бұл түрлермен статистиканы өзгертетін шығар бәлкім. Жарайды. Жатыңдар. Жауынгер. Жат. Немене қарап тұрсыңдар? Жат дедім! Жатыңдар! Немене қарап тұрсың? Жат де! Сенің ана. Алихан, не? Сен үші жүргіннен жесен бола ма? Кішкене ана, жебер. Қайдан келген? Аз ақша тұрмайды ғой мынау. Алиханның әкесінің сәлемдемесі ғой, жеңді жігіттер. Сен менен іштен келмегенсің, сөйлеуімші. Маған рухани байлықта жетеді. Тыныш. Ой, ол Қайсар ғой жылап. Қайсар жылап жатыр? Қайсар? Қайсар? Не болды саған? Не болды? Ой, қызы тастап кетті. Қызы тастап кетті? Сөйтіп хат жазды. Ой, қатын жолда бала келді деген. Әскерге келген соң қызын күтеді дегенді қойсаңдаршы. Жігіттер, тағы қайсыларының қыздарын қалып еді? Қайда? Менде үшеуі бар, бірақ біреуі күтеді деп айтпаймын. Адамды оңай тастай салу керек. Сол кезде ол сенен кеткісі келмейді. Дұрыс айтады. Қайсар, тұрың ау. Ұйықтаңдар деді! Қорылдамаңдар. Ауыртпалықтар созылып кетті. Маған ұнайды. Қош. Байжан! Мен.
Сені шақырып жатыр. Үйден келді дейді. Құп бол. Рахат, Ғалымжан, жейсің ба? Жейм. Рахмет. Менікін де жей салшы. Болдым. Болмайды. Ақтауым керек. Бұл сержанттың тікелей тапсырмасы. Шын айтам? Дұрыс. Сен оған дұрыстап түсіндіріп отыр. Алихан. Отыр. Балам, бұлай. Мен сыртта боламын. Апа, не үшін келдіңіздер? Бұл әкеңнің шешімі. Мен сен жақтамын. Сәлемдемені алдың ба? Алдым. Сен ешкім ренжітіп жүрген жоқ па? Бұл жерде ұрып соғады дейді ғой. Жоға. Қазір 21 ғасыр ғой. Қайдағы ұрып соққан? Қайдан білейін? Өзіңе мықты бол. Мен сенің шешіміңді қолдаймын, бірақ әкеңді білесің ғой. Саған бұл жер лайық емес деп есептейді. Лайық емес. Апа, мен өзімнің кім екенімді дәлелдемесем, кім болғаным? Бұл маған берілген жалғыз мүмкіндік. Мұндағы жігіттер мүлдем бөлек. Әкемнің бизнестегі серіктестеріндей 200 емес. Қарапайым жігіттер. Маған олармен өте қызықты. Енді Лондонда да қарапайым жігіттер бар. Ағылшынның қарапайым жігіттері. Балам, саған басқаша өмір сүруге дайындалу керек. Қайырлы таң. Сәлеметсің ба? Біреуді күтіп жүрсіз ғой деймін. Мұнда менің балам әскери борышын өтеп жүр. Қазір біздің онымен кездесуіміз. Аты жөні қалай? Айтыңыз, мен бұйрық берейін қал шақырды. Байжан Әлихан әуре болмай ақ қой. Жаңа шақыртып алған. Қазір шешесімен сөйлесіп жатыр. Байжан Әлихан, Біз сізбен телефон арқылы сөйлескенбіз, есіңізде болар. Байжан мырза. Сол сіз бе едіңіз? Кешіріңіз. Рота командирі, капитан Шарип. Ұлым, тіпті көршілердің бәрі әкеңді мазақтап бітірді. Әкеңнің елге қарайтындай беті жоқ. Мам, енді не істеуім керек? Енді мүмкін біреулермен сөйлесіп көрерміз. Сен ертерек үйге жіберер бәлкім. Мам, қайтыңыздаршы. Алихан! Сізбен танысуды армандап жүрем біраздан. Өте қуаныштымын. Бұлай мәселе. Мен баламды осында мына әскери борышын өтейін. Өзінің патриоттық сезімі бойына. Мен айтқанына көнбей осында кетті. Алихан, Талғар! Жаттығуды! Баста! Жга! Дайындал! Баста!
Дайындап! Аға сержант мырза, мен бірден кезекшілікке кете берсем бола ма? Неге? Ай, менің қолымнан келмейді осы. Қойшыбай, қолымнан келмейді деген сөз жоқ. Істей алмаймын деген сөз бар. Құтың ба? Дәл солай. Дайындап! Баста! Дайындап! Баста! Жүгір, қалма! Аға сержант мырза, айттым ғой. Мені бірден кезекшілікке жібере салу керек еді. Екі, жоқ.